Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Әлден Гаухар менің YouTube парақшама тіркелуді лүпіл басып, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздер балықты қалай қуырасыздар, бөлісе отырыңыздар. Мен бұл жолғы балықты қуыруды ешқандай кляр дайындамай-ақ жұмыртқаны жарып, тек қана ұнның көмегімен балығымды тұздай отырып қуырдым. Жасалу жолы өте қарапайым. Сіздер де қарап шығыңыздар және қалай өздеріңіз бөлісесіздер, сомен пікір қалдыра отырыңыздар. Ал ендеше балығымызды қуыруды бастайық. Олай болса, видеоға мұқият қарап отырыңыздар. Алдымен балықтарды жақсылап тазалап, алдын ала тұздап қоясыздар. Менде екі түрлі балық қолдандым. Соның бірі сазан. Дәл видеодағыдай бөліктерге бөліп аламыз. Жақсылап тұрып. Алдын ала қызып тұрған пешке майымызды құйып жақсылап тұрып қыздырамыз. Жуаны сала отырып тексеріп алдым. Одан кейін балықты ұнға аунатып, осылай қызып тұрған майға екі жақ бетін 15 минуттай қызартып тұрып қуырып аласыздар. Сонда қызып тұрған майға қуырсаңыздар, хрустящий қып-қызыл балығымыз дайын болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай қып-қызыл болып балығымыз қуырылуда. Одан соң өз қалауларыңыз бойынша ұсынсаңыздар болады, әсемдеп тұрып. Мінекей, осымен балығымыз дайын болды. Ас болсын. Сіз де өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Қалай қуырасыздар, қандай лайфхактарыңыз бар деген секілді. Және балаларға қасына картошканы да қуырып, осылай балықпен бірге ұсындым. Ас болсын. Келесі кездескенше амандықта, есендікте жолығайық.